Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қарапайым математика ұғымдарын қалыптастыру пәнінен пішіндер, есептер шығарамыз тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты балаларға пішіндер туралы түсінік қалыптастыру, балалардың ой өрісін дамыту, мысалдар мен тапсырмаларды шешу. Сабағымыз бастамас бұрын психологиялық ахуал жүргізсек. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Оқушылар, бүгін біз пішіндер тақырыбында сабақ өтеміз. Пішіндердің сан алуан түрлері бар. Жан-жағымыз толған пішіндер. Мен бүгін сендерге солардың ең көп кездесетін түрлері шеңбер, үшбұрыш және төртбұрыш туралы айтамын. Қане бір қайталап жіберейікші. Шеңбер, үшбұрыш және төртбұрыш. Бірінші пішін шеңбер деп аталады. Шеңбер ең көп тараған пішіндердің бірі. Шеңберді мысал қылып келесі заттарды айтуға болады. Сағат, жер шары, күн, көзілдірік, алма, күнбағыс, тарелка, доп. Келесі пішін үш бұрыш деп аталады. Бұл пішіннің ерекшелігі үш бұрышының болуында. Енді мына заттарды мысал қылып айтуға болады. Ірімшік, шырша, жол белгісі, балалайка, пицца, шатыр, тау. Келесі пішін төрт бұрыш деп аталады. Бұның ерекшелігі төрт бұрышының болуы. Мысал ретінде мына заттарды айтсақ болады. Теледидар, айна, жол белгісі, ұялы телефон, есік, терезе, стол. Есіңде сақта, пішіндерді ажырата білу керек. Қане қайталайықшы. Шеңбер, үш бұрыш, төрт бұрыш. Шеңбер, үш бұрыш, төрт бұрыш. Бәрекелді. Енді сен пішіндерді ажырата аласың. Шаршы, үшбұрыш, шеңбер, бесбұрыш, тік төрт бұрыш, Tetbağız, şimbir, bespozes, salse, үшбұрыш, ıspızız, тік төрт бұрыш, tetbağız, шеңбер, şimbir, бесбұрыш, bespozes,
шаршы. Salsa. Ал енді оқушылар тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма гүлді жауабы бойынша боя. Екінші тапсырма бұл ертегідегі үй, кестеге қарап терезелерді жапсыр. Үшінші тапсырма фигураларды санап кестені толтыр. Жарайсыңдар оқушылар, ал енді кері байланыс. Сабақты өте жақсы түсінсең жасыл, жақсы түсінсең сары, орташа түсінсең қызыл түсті жібер. Назар аударғандарыңызға рахмет.